Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін үй жағдайында өте дәмді ауызда еритін печенье дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, дәмі ерекше болып шығатын печеньенің бір түрі. Жасап көруге сіздерге де кеңес беремін достар. Көргендеріңіздей арасы да жұп-жұмсақ, өте нәзік болып піседі. Дәл менің рецептіммен жасап көріңіздер, және де менің YouTube каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге 100 грамм сары майымыз, 100 грамм қантымыз қажет болады. Оны жақсылап шанышқымыздың көмегімен осылай араластырып алыңыздар. Дәл осы видеодағыдай жасап алсаңыздар дұрыс. Қантымызбен кішкене араласқаны жақсы. Араластырып алғаннан кейін оның үстіне 2 дана жұмыртқамызды жарып салып алатын боламыз. Осы жұмыртқамызбен де жақсылап араластырып алғандарыңыз дұрыс. Оның үстіне мен ванильный сахар салдым. Егер де сіздер ванилин ұнатпайтын болсаңыздар, салмай қойсаңыздар да болады. Мен өзіме және отбасыма ұнайтын болғандықтан ванилин қолданамын. Барлығын жақсылап араластырып, бір келкі масса дайындап аламыз. Оның үстіне міндетті түрде електен өткізілген ұн салатын боламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткен жақсы, және де үстіне қамыр қопсытқыш саламыз. Жақсылап бәрін араластырып, қолымыздың көмегімен жұп-жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Қамырларыңыз қатты болып қалмасын. Қатты болып қалса, печеньеңіз де қатты болып шығады. Егер де жұмсақ болса, печеньелеріңіз үгітілмелі, ауызға салғанда еритін керемет болып шығады. Дәл осылай құрт секілді домалақтап, қамырымызды табамызға орналастырып, кішкене үстін басып, қамырларымызға пышағымыздың кез келген, немесе мен кондитерский пышақтың көмегімен осындай форма жасап шықтым. Сіздер пышақтың көмегімен жасасаңыздар да болады, және де қасығымыздың көмегімен кішкене осылай домалақ тағы да форма жасап алдым ішіне. Мұның ішіне біз жем құятын боламыз, яғни үйіңізде кез келген жемнің түрін құятын боламыз. Барлығында осылай жасап шығыңыздар. Сіздерге түсінікті болу үшін мен тағы да біреуін жасап көрсеттім. Ал достар, мұнда мен Instagram парақшам бар. Instagram парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей барлығында осындай форма жасап алдым. Енді кезекті жаңа айтқандай үйіңізде кез келген клубниканың тосабы болсын, алманыңкі болсын, кез келген жемді қолдансаңыздар болады. Шиенің жемі де болады, магазиндерде сатылады. Мен үйде өзім қолдан дайындағанмын, өте керемет болып шықты. Барлығына да құйып шығатын боламыз. Және де печеньеңізге ерекше дәм береді біріншіден, және де екіншіден формасын да печеньеңізді әдемі қылып шығарады осы жемнің көмегімен. Ал достар, біздің печеньеміз дайын. Менде 2 тапа шықты, барлығында пісірдім. Шаймен ішсеңіздер өте керемет, жұп-жұмсақ болып шығады. Достар, менің печеньемді жасап көруге сіздерге де кеңес беремін. Және де мен YouTube каналыма тіркеліп, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырсаңыздар екен. Және де Instagram парақшама тіркеліп алыңыздар. Назарларыңызға рахмет.